Саламатсыз ба? Тест ми каналы Тайон Нұрпейісов. Бүгін біз геометриядан дайындалуды бастаймыз. Және де бірінші есеп. Тең қабырғалы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы 2,3 см-ге тең. Үшбұрыштың қабырғасын табыңыз. Есепке кірісейік. Берілгені бойынша бізге үшбұрыш берілген, тең қабырғалы. Оның қабырғасын айталық А дейік. Және оған сырттай сызылған шеңбер болсын. Оның радиусы R болсын. Егер де сіз қысқаша формуланы білмесеңіз, тең қабырғалы үшбұрыш үшін осы сабақта біз оны қорытып шығарамыз қазір. Тек қана тең қабырғалы үшбұрыштың ауданын А квадрат түбір асты 3 бөлінген 4 формуласымен есептеуге болады. Және де кез келген үшбұрыш үшін S тең болады А көбейту Б көбейту С бөлінген 4R болады. Яғни, осы формулалар бойынша бір үшбұрыштың ауданын табайық. Осы екі аудан тең болады. Және де Б мен С қабырғалары Аға тең. Яғни, А квадрат түбір асты 3 бөлінген 4 тең болады А куб бөлінген 4R. Енді пропорцияны шығарайық. 4R көбейтілген А квадрат түбір асты 3 тең болады А куб көбейтілген 4. 4-ті біз екі жақтан қысқартамыз. Және де А квадратты бізге қысқартуға болады. Мына жақта А куб, яғни А-ның бір дәрежесі қалады. Сондықтан R түбір асты 3 тең болады А-ға. Яғни А бізге тең. R-дің мәні бізде 2 түбір асты 3-ке тең. Яғни 2 түбір асты 3 көбейтілген түбір асты 3. Түбір асты 3 пен түбір асты 3 бізге көбейтіндісі 6 береді, 3 береді. Яғни толық көбейтінді 6 см болады. А тең болады 6 см. Осы видео сабақ нәтижесінде біз қандай мағлұматтарды ұйғардық. Алдымен осы формуланы жаттап алыңыз. Ол тек қана тең қабырғалы үшбұрыш үшін, себебі тең қабырғалы үшбұрышта барлық қабырғалар тең болады. А квадрат түбір асты 3 бөлінген 4. Және кез келген үшбұрыш үшін осы формула әрдайым қолданылады. Аудан тең болады 3 қабырғаның көбейтіндісі бөлінген 4R. R-ді шатастырмаңыз, бұл сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Сырттай сызылған шеңбердің. Ал егер де кішкентай R болса, онда ол іштей сызылған шеңбер болады. Және де, мысалы, осы теңдеуден бізге А-ны шығаруға болады. R-ді шығаруға кешіріңіз. R-ді. R тең болады А бөлінген түбір асты 3. Осы тек қана тең қабырғалы үшбұрыш үшін осы формула қолданылады. Сырттай сызылған шеңбердің радиусы А бөлінген түбір асты 3-ке тең. Сіздермен бірге болған Тайон Нұрпейісов. Бізбен бірге дайындалыңыз.